Бұл маска крем теріні 10 тонға дейін ағартады. Маска крем әжімдерді, сонымен қатар секпілдер мен пигментті дақтарды кетіреді. Сіз тізе, қолтық, шынтақ және дененің кез келген бөлігін ағарта аласыз. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бізге мықтап жабылатын банка қажет. 2 ас қасық күріш керек. Күріш өлі тері жасушаларын кетіреді және коллаген өндірісін ынталандырады. 200 мг су құйып, банкының бетін жауып, 48 сағатқа ашытып қойыңыз. Күріш теріні ағартып, жұмсартатыны белгілі. Сіз күрішті суда 48 сағатқа қалдыра аласыз. Оны неғұрлым ұзақ қалдырсаңыз, нәтижесі соғұрлым жақсы болады. Тұнбаны електен өткізіп алыңыз. Енді сабынды алайық. Осы сабынды қолданған дұрыс, өйткені ол теріні ағартады және ылғалдандырады. Өйткені құрамында кремнің пайызы өте жоғары. Біз 3 қасық ұнтақталған сабын алғанша, сабынды үкіштен өткіземіз. 3 ас қасық үгітілген сабынды қосыңыз. Бұл рецепт қолдануға болатын ең керемет рецепттердің бірі. Күріш суы мен сабынды жақсылап араластырыңыз. Содан кейін біз тері тесігін ашатын, ағартатын ингредиент қосамыз. Атап айтқанда, жүгері крахмалы. 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Жүгері крахмалы А дәруменіне өте бай. А дәрумені тері денсаулығына өте пайдалы екені белгілі. Бізге апельсиннің жарты шырыны керек. Сезімтал терісі бар кез келген әйел лимон шырынының орнына апельсин шырынын қолдана алады. Апельсин шырынын қосып, жақсылап араластырыңыз. Мен 1 ас қасық ұнтақ сүт қосамын. Баланың сүтін қосуға да болады. Сүт теріні ылғалдандырады, жұмсартады, ағартады
және тазартады. Қоспаны тегіс болғанша жақсылап араластырыңыз. Ингредиенттерді араластырып, баяу отқа қойыңыз. Крем күйіп кетпеуі үшін ағаш қасықпен үнемі араластырып отырыңыз. Кремді суытып алыңыз. Таза крем құтысын немесе контейнерді алыңыз. Және тамаша жапондық ағартқыш кремді құйыңыз. Кремді бет, мойынға, сезімтал аймақтарға, қолтықтың астына және жамбас аймағына жағыңыз. Крем пигментация, қызару немесе қарадақтар бар дененің барлық аймақтарына арналған. Кремді молынан жағып, массаж жасаңыз. Кремді 30 минутқа қалдырыңыз. Одан кейін алдымен жылы, содан кейін суық сумен жуыңыз. Аптасына 3 рет қолданыңыз. Сіз керемет нәтижеге қол жеткізесіз. Кремді тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтаңыз. Көріп отырғаныңыздай, сиқырлы жапондық ағартқыш кремі дайын болды. Деніңіз сау болсын.